Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қадірменді ата-аналар және менің зерек оқушыларым. Балалар, бүгін бізде ерекше күн. Себебі біз бүгін сендермен өзін-өзі тану пәнінен ашық сабақ өтетін боламыз, балалар. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы, балалар, дос болуды үйренеміз деп аталады. Ал енді, балалар, сабақты бастамас бұрын өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесімен таныс болайық. Бірінші ережесі тәртіп, екінші ережесі тазалық, үшінші ережесі талап, төртінші ережеміз тыныштық, бесінші ережеміз татулық. Осы 5 ережені сақтай отырып, балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасасақ. Ол үшін біз сендермен сұрақтар жаңбыры әдісін пайдаланамыз. Яғни, мен сендерге сұрақ қоям, сендер сұраққа жауап бересіңдер. Келістік пе, балалар? Келістік қой, келістік. Олай болса, біз сендермен өткен сабақта, балалар, кешіре білуді үйренеміз деп өткен едік. Енді маған Нұрлан жауап берсінші. Кешіре білу дұрыс қасиет пе, бұрыс қасиет пе? Нұрлан? Кешіре білген қандай қасиет екен? Дұрыс қасиет екен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді тоқтасын, маған жауап берсінші. Кешіре білген адамды қандай адам дейді екенбіз? Мықты адам. Дұрыс айтасың, тоқтасын. Кешіре білген адамды мықты, күшті адам деп атайды екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды Ыбырай Алтынсариннің «Жаман жолдас» ертегісімен бастаймыз. Мен қазір оқулықты оқимын. Сендер оқулықтан 69-шы бетті ашып, қарап отырыңдар. Мен оқып берем, сендер ертегі мазмұнын маған баяндап бересіңдер. Келістік па? Жарай ма, балалар? Жарайды. Ал олай болса, тыңдаңдар. Жаман жолдас. Екі дос кісі жолда келе жатып, бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен. Екіншісі мықты, жас жігіт. Аюды көрген соң, бұл жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетті дейді. Ауру байғұс ағасқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да, өлген кісі болды да жатты. Естуі бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, ескелеп тұрды да, дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң бағанағы жолдасы ағаштан түсіп, аурудан сұрапты. Достым, аю құлағыңа не сыбырлап кетті? Әлсіз адам айтты. Аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деді. Ал, балалар, ертегі мазмұны дағы кейіпкерлерді атаңдаршы маған. Аю және екі дос. Бір досы қандай болды, екіншісі досы қандай болды, балалар? Екі дос екі түрлі болды ғой. Иә, дұрыс айтасыңдар. Біреуі мықты, біреуі жас болды. Мықты болды. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сендердің айтқандарың дұрыс. Демек, досты тастап кеткен адамды дос деп айтуға бола ма, балалар? Жоқ, досын тастап қашатын адамды дос деп айтуға болмайды. Достар қандай болады, балалар? Жанәділ? Жанәділ? Мейірімді болады. Иә,
қиындыққа душар болған кезде адал достар болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс айтасыңдар. Ал олай болса, мәтіндегі жануарды айтыңдаршы балалар. Қай жануар? Аю. Аян? Аю қандай жануар? Жабайы, жыртқыш жануар, иә? Нұрлан, аю деген сөзде неше әріп, неше дыбыс бар? 2 әріп, 3 дыбыс. Неліктен олай ойлайсың? Өйткені юда 2 дыбыс береді. Да, жарайсың Нұрлан, өте керемет. Өйткені ю дыбысы қосарлы дыбысқа жатады екен, е балалар? Ал олай болса, мына мәтін бойынша аю шындығында баланың құлағына сыбырлады деп ойлайсың ба, Жанәділ? Жоқ. Аю сөйлей ала ма? Аю сөйлей алмайды. Бірақ ашуланған досын тастап кеткеніне ызаланып, солай айтуға мәжбүр болды, е балалар? Ал олай болса, балалар, сендерге шығармашылық тапсырма. 70-ші бетті ашыңдар. Екінші тапсырманы Нұрлан оқышы, не дейді? Екінші орнына тиісті сөздерді қойып, дос туралы мақал мәтелді оқыңдар. өздерің Мақал мәтел құрастырыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақал мәтел құрастырыңдар дейді. Бірінші мақалды маған Жанәділ құрастырады. Жанәділ, құрастыршы. Дос, жолдас, бауыр. Нүктенің орнына қай сөздерді қойдың, Жанәділ? Бауыр. Және? Дос және бауыр. Тамаша, керемет. Келесі Айдар, екінші мақалды сен құрастыра қойшы. Айдар. Жақсының өзі де жақсы. Нүктенің орнына қай сөзді қойдың? Өзі, тамаша, тоқтасын. Үшінші мақалды құрастыршы. Көп ақшаң болғанша көп досың болсын. Тамаша, көп ақшаң болғанша көп досың болсын. Керемет. Ең соңғы мақалды маған құрастырады Шағзада. Шағзада. Бағлан, сен құрастыра қойшы. Дос досқа айна. Дұрыс, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал олай болса, балалар, дос туралы сендерге кішігірім бейне сабақ. Мұқият тыңдаңдаршы, достар қандай болу керек? Мақұл ма, жарай ма, балалар? Мен сендерге бейне сабақ көрсетейін. Мұқият тыңдаймыз. Өмірде 2 дос болады. Бірі жақсы, бірі жаман. Екеуінің айырмашылығы қандай? Жақсы дос әтір сатушы секілді. Одан әтір сатып аласың, немесе сыйға тартады. Жоқ дегенде үстіңе хош иіс сіңіресің. Ал жолдасың жаман болса, көлік басушының ұстаханасында киімің шоққа күйіп, сасық иісін жұқтырғандай. Сіз кіммен доссыз? Жақсы жолдас мұратқа жетелейді. Жаман жолдас ұятқа қалдырады. Жақсы жолдас ізгілікке жетелейді. Жаман жолдас кесел мінезге үйретеді. Жақсы жолдас қателігіңді жоюға жәрдемдеседі. Жаман жолдас кемшілігіңді елге жаяды. Жақсы жолдас игілікке бұрылсаң қолпаштайды. Жаман жолдас жақсылықты көрсетпейді. Жақсы жолдас жамандыққа жібермей кес-кес дейді. Жаман жолдас жамандыққа итермелейді. Жақсы жолдастың қасында сөзің түзеледі. Жаман жолдастың қасында былапыт тілді боласың. Жақсы жолдас насихат айтады, тәрбиелейді. Жаман жолдас өтірікке үйретеді. Сіз кіммен доссыз? Сендер кіммен доссыңдар? Жақсы жолдас жақсылыққа итермелейді.
Жаман жолдас жамандыққа итермелейді дейді. Сендер қандай доспен доссыңдар, балалар? Жақсы доспен доссыңдар, балалар? Жарайсыңдар. Олай болса, жаман жолдас деген дұрыс болды ма, бұрыс болды ма? Балалар? Бұрыс болды. Дос деген адал болу керек, балалар? Адал, достық әрқашанда адал болу керек. Қиналған кезде көмектесу керек. Басына іс туған кезде қасынан табылатын достарды қандай достар дейміз, балалар? Балалар? Қиналғанда көмектесетін, қамқоршы, жақсы достарды қандай дос деп атаймыз? Жақсы дос дейміз бе, жаман дос дейміз бе? Жақсы дос дейміз. Ал олай болса, балалар, жақсы дос болу үшін мына дос туралы әнге кезек берейік. Мұқият тыңдаймыз, бірге жырлаймыз. Жарай ма, балалар? Ал, балалар, әнді тыңдаймындар ма? Керемет ән, балалар? Дос болып жырлап, әр таңымыз күліп атсын деп тұр, балалар? Сондықтан да дос болып, әр таңды шаттықпен қарсы алған дұрыс екен, балалар. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап беріңдер. Жаман жолдас әңгімесіндегі қай баланың әрекеті дұрыс болмады? Жас жігіттің ба, ауру баланың ба? Жас жігіттің әрекеті дұрыс болмады. Неге олай ойлайсың, Жанәділ? Неге жас жігіттің? Ол өйткені досын тастап кетіп қалды. Ол досына әділ болған жоқ. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Досқа адал болу керек екен, балалар, достарыңның басына іс түскен кезде оны
Ол досын ренжетті, досы өкпелеп қалды. Сондықтан да қандай дос болу керек біз балалар? Адал дос болу керек біз. Адал дос болу керек екенбіз балалар. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар. Ақтарамыз сарымыз, тату дос біз бәріміз. Достық жайлы ән салып, шырқатайық кәнеміз. Жүзімізге қараңыз, бал жанған баламыз. Бізге қымбат күн шуақ, бізге қымбат ана.